Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен перизат үй жағдайында өте жұмсақ болып жасалынатын күлче нан рецептісімен бөліспекшімін. Сіздер де осылай жасап көрулеріңізді ұсынамын. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Алдымен құрғақ ыдысымызға сүтімізді, суымызды, сұйық майымызды, ашытқымызды салдық. Енді тұзымызды салып, шекерімізді салып жібердім. Жақсылап араластырып, ұнымыз міндетті түрде електен өткізгеніміз дұрыс. Осылай қолымыздың көмегімен қамырымызды жақсылап елеп аламыз. Қамырымыз жұмсақ болып еленген дұрыс. Сонда нандарыңыз бұрпылдақ, өте жұмсақ болып жасалынады. Осылай қамырымызды илеп, үстіне кішкене сұйық майымызды құйып жіберсек, қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Осылай құйып жіберсеңіздер болады сіздерде. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетсеңіздер болады. Сіздер де осылай жасап көрулеріңізге ұсынамын. Қамырымызды 15 минут немесе жарты сағатқа ашытып алдым. Міне көтеріліп дайын болып тұр. Көріп тұрғандарыңыздай өте күшті болып көтерілген. Таразымыздың көмегімен барлығын біркелкі қылып 100 граммен барлығын 100 грамнан бөліп алдым. Егер де сіздерде таразы болмаса, көз мөлшерімен жасай берсеңіздер болады, кішкентай қылып. Осылай жасасаңыздар өте дәмді, балдарыңыз мәз болып қуанып, балалық шақтағы күлче нандарымыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Осылай барлығын біркелкі етіп табамызға жайғастыратын боламыз. Осылай қамырымызды жарты сағат немесе 10 минут, 15 минутқа демалдырып қойса, қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Осылай дайын болған күлче нанымыздың осылай саусақтарымыздың ұшымен ортасын осылай басып шығамыз. Көтеріліп кетпеу үшін нанымыз егер де бұлай жасамасақ, көтеріліп томпақ болып шығуы мүмкін. Сол себепті ортасын осылай басып шығып жатырмын. Осылай нан шекішімізбен ортасын барлығын шекіп аламыз.
Жұмыртқамызды, бір жұмыртқамызды жарып, осылай жағып шығып жатырмын. Егер де сіздерде жұмыртқа болмай жатқан жағдайда айран жақсаңыздар да беті өте жылтыр, әдемі болып жасалынады. Менде қолдың жұмыртқасы, сол себепті сары болып жағылып жатыр. Барлығының бетіне осылай жағып шығамыз. Мақ немесе күнжітімізді осылай шашып, міне піскен нанымыз. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Перизат өте дәмді болып жасалынады.